Әр өркениетте әр ұлттың өз қасиетті орындары бар. Біздің ата-бабаларымыз оларға келіп, сауалдарына жауап іздеп, ауыр сырқаттардан айығуға тырысты, немесе өмірлеріндегі маңызды оқиғаларға дайындалды. Павлодар облысының киелі географиясы бүкіл Қазақстан сияқты қасиетті жерлермен танымал. Облыстың қазіргі картасында 46 қасиетті орын бар. Олардың көпшілігі әлі толық зерттелмеген. Сондықтан олар елдің түкпір-түкпірінен мен туристердің назарын өзіне тартады. Сіздердің назарларыңызға республикалық маңызды Павлодардың ертіс өңірінің ең қызықты және жұмбақ, сакралды 7 орны ұсынылады. Шексіз қазақ даласы. Дәл осы жерде қазақтар арасында Шыңғыс ордасының орны ретінде кеңінен танымал болған Әулиекөлдің жұмбақ археологиялық кешені орналасқан. Әулиекөл археологиялық кешені 14 ғасырдың ашады. Сарыарқа аймағындағы ең ірі археологиялық құрылыс. Біздің ата-бабаларымыздың жерлеу рәсімдері мұсылман дәстүріне сәйкес рәсімдер элементтермен жасалған. Ғалымдардың пікірінше бұл жерде бірнеше ғасыр бұрын солтүстік шығыс Қазақстанның көшпелі тайпалары кіретін орта ғасырлық ұлыс билеушілерінің жазғы ордасы болған. Рухани көшбасшы көріпкел. Осы мәртебелердің барлығына 19 ғасырдың діни қайраткері, сарапшылардың алғашқы уағызшыларының бірі Исабек Ишан ие болды. Әулие жайылма ретінде ол ертіс өңіріндегі алғашқы мешіт пен медресе салған. Исабек Ишан қасиетті адамдар қатарына еніп, оған Хазірет атаға берілді. Оның ерекше қабілеттері туралы әлі де көптеген аңыздарды естуге болады. Адамдарды ауыр індеттен емдеудің керемет жағдайлары туралы айтылады. Сондықтан тіпті бүгінде Исабек Ишанның қабіріне аурудан арылғысы келетін және өмірлік қуатымен қуаттанғысы келетін адамдар барады. Баянауыл мен әлемге белгілі ғалымдарды, ақындар мен сыйлап, ортасында пайда олар мен көл табиғи дәл осы жерде Павлодар облысының киелі жерлерінің көп бөлігі орналасқан. Аймағына туристер де жергілікті қасиетті орындарға барады. Қоңыр үйлердің бір 18 ғасырда пайда болды. Қасиетті кеңес уақытына дейінгі авторлар бойынша дүниежүзілік су тасқыны кезінде бұл өңірді қасиетті адам пана тапқан. Үңгірдің құрылысы күнге дейін адамның қолының күшімен жасалды, әлде бұл табиғаттың толық жұмысы ма деген пікір талас тудырады. Ұзындығы 30 метрге жуық залдан тұрады. Мен ағып су жиналған жер бар. Ғибадат етушілер ауыр дерттерден айығатынына сеніп, бала жұптар да осында келеді. Баянауыл тауларының тағы бір қасиетті орын орналасқан. 18 ғасырдың 30 жылдары жоңғар қосқан қазақ батыры жау жебесін тапты. Жауынгердің серіктері оны Шойынды көлге жақын жерде жүрді. Ол кейіннен Жасыбай деген атқа ие болды. Жасыбай батырдың ерлігі туралы естелік күнге дейін мәлім. Етушілер мен туристер келеді. Наным сенімін жеріне әрбір адам оған сол кезде
тілек орындалады. Көпеевтің есімі Қазақстаннан тыс жерлерге белгілі. Белгілі ғалым, философ және ақын өзін халық Мәшһүр Жүсіптің айналасында әрқашан көптеген жұмбақтар мен құпиялар болды. Үрісінде өзінің қайтыс болуының нақты күнін атады. Және оған 1 жыл бұрын туыстары мен жақындарын еске алу үшін жинады. Ол 73 жыл өмір сүретін тіпті даладағы орынды бөлмені өз денесіне құлшылық етушілерге арналған бөлме ету үшін содан бері Мәшһүр Жүсіптің қасиеттілігіне сенетін турист күнге де тоқтамай келеді. Кесененің жанында ғибадат етушілерге арналған үй салынды. Онда ұлы ағартушының мұражайы жұмыс істейді. Мұнда Көпеевтің өзі қолданған ерекше заттар бар. Ащы су өзенінің жағалауы. Мұнда орта жүз қазақтарының мәдениеті мен тұрмысын зерттеу тарихында елеулі із қалдырған мемлекет қайраткері, этнограф және ағартушы Мұса Шормановтың кесенесі орналасқан. Ол 19 өмір сүрді және Баянауыл сыртқы округінің басшысы болды. 2000 жылы Мәскеуде өткен бүкіл жәрмеңкесінде Мұса Шормановтың жеке өзі берген қазақ ұлттық қолданбалы өнерінің экспонат. Тарихи оқиғалардың фактісі ретінде Шормановқа бірінің үстіндегі кесенеде 1885 шебер Свечников жасаған және Екатеринбургтен әкелінген қабір үстіндегі ескерткіш орнатылды. Тарихи бөлігінде 2010 бірегей нысан пайда болды. Ол 18 ғасырдың әйгілі мемлекет қайраткері Сұлтанбет Сұлтанның үйінің дәл көшірмесі. Абылай ханның немере ағасы және серігі. Ол көп жылдар бойы орта жүз ұлысының билеушісі болған және қазақ хандығының шығыс және солтүстік шығыс аудандарында қазақ мемлекеттілігін нығайтуда маңызды рөл атқарған. Сұлтанбет мұражайының сипаттамалары мен суреттері мұрағаттық және дерекнамалық зерттеулер барысында табылды және жобаның өмірге келген мен сұлтанның ұрпақтары көмектесті. Бүгінде бұл ғимарат Павлодар облысының тарихына қызығушылық танытқандар үшін ашық. Соңғы жылдары Павлодар облысының киелі жерлері маңызды тарихи оқиғалар орын алған картада тек географиялық белгі болудан қалды. Бүгінде олар туристерді қызықтыратын орынға айналды. Осы қасиетті жерлерді өз көздеріңізбен көргенде ғана сіз өткеннің рухын сезіне аласыз және олардың қазақ халқы үшін маңыздылығын түсінесіз.